Алдыңғы сабақтарда біз сіздермен Facebook арқылы таргетинг, оның ішінде трафик бөлігі арқылы жарнама жасаған болатынбыз. Трафик бөлігі арқылы, яғни сілтемені басу арқылы сізбен байланысу жолы. Ол жерде ол WhatsApp сілтеме болсын, не болмаса сіздің сайтыңыз болсын, не болмаса басқа да бір сайт тектес жаңағы таплинк сияқты мини лендингтер болсын, сол бөлікке клиенттерді жіберу мақсатта болды. Ал содан кейінгі таргетингіміз Instagram таргетинг. Instagram таргетингте тек қана Instagram парақшасына ғана жарнама жіберу жолын көрсеттік және де үйреттік. Яғни Instagram таргетингпенен Facebook'тегі ADS менеджер арқылы жіберілген детальный таргетинг дейміз біз. Детальный таргетингтің айырмашылығы Instagram таргетинг ол шағын ғана объем дейді ғой, шағын ғана ауқымды қамтиды. Яғни ол тек қана Instagram қолданатын адамдарда ғана көрсетілетін жарнама. Ал детальный таргетинг деген бұл Facebook'ты қамтиды, WhatsApp'ты қамтиды, Instagram'ды қамтиды және де басқа да жаңағы жарнама беруші Facebook'пен келісім шартқа отырып, жаңағы өздерінің сайттарында, қосымшаларында жарнама беруші шағын бір қосымшаларға дейін жарнама, сіздің жарнамаңыз көрсетіледі. Мысалға біз Play Market'тен жай ғана бір приложение скачеттап алдық дейік, даже мына қарапайым Zoom-ның өзін Play Market'тен скачеттап алдық дейік. Егер де Zoom-да жарнама көрсетілетін болса және де ол Facebook-пен келісім шартқа отырған болса, Facebook өзінің белгілі бір мөлшердегі жарнамасын Zoom-ға көрсетуге рұқсат алған болса, рұқсат қалай алады? Facebook ақша төлейді Zoom-ға, біз сенің бағдарламаңда жарнама көрсетеміз, және де Zoom өзі сол арқылы пайда табады, пайда келтіреді өзіне. Ал Facebook клиенттен алған пайданың белгілі бір бөлігін Zoom-ға береді ақысын, жаңағы аренда секілді дүкендердегі. Солай Zoom-да жарнама көрсетіледі. Zoom-да көрсетілген жарнама ол сіздің жарнамаңыз. Ал Instagram арқылы жіберсеңіз, тек қана Instagram арқылы таргетинг жіберсеңіз шағын, ол бұндай қосымшаларда, Facebook парақшада, Facebook мессенджерда ол көрсетілмейді. Instagram'дікі тек қана Instagram история және де лента. Соң өздерінің жаңағы интересный деген бөлігі бар, сол жерде ғана көрсетіледі. Айырмашылық осында. Сондықтан біз детальный таргетинг дейміз. Және де Instagram таргетингте біз егерде бір ауданның бір көшесін ғана ала алатын болсақ, детальный таргетингте бір ауданның қанша қаласаң сонша көшесін алуға болады. Сондықтан аты айтып тұрғандай, бұл детальный таргетинг. Бүгінгі біздің сіздермен өтетін сабағымыз Facebook'тегі генерация лидов арқылы адамдардың жаңағы аты жөнін, номерін, электронный адресін, енді мекенжайы артық болып кетеді. Әрине мекенжайын да сұрауға болады, бірақ та қауіпсіздік шарасы ретінде мекенжайды сұраған дұрыс емес. Және де адамдар оған адамдарға кері әсер тигізгендіктен, жаңағы қауіпсіздік жағынан ол адамдар сіздерге заявка қалдырмауы мүмкін. Сондықтан мүмкін болса аты жөнімен номері және де қажет болса жаңағы WhatsApp номерін жеке көрсетсеңіз болады, не болмаса почтасын сұрасаңыз болады. Сонымен қазір біз сіздермен Facebook және де оның ішінде ADS менеджер арқылы генерация лидов арқылы жарнама жібереміз. Facebook'ке кірейік алдымен, есімізге түсірейік қалай жарнама басынан бастап жіберу керек екендігін, ADS-ке қалай кіру керек екендігін. Facebook'ке кіреміз. Facebook'тың мына тұсында міне Балжан, главное найти друзей, создать деген жерде реклама деген бар. Рекламаны басамыз. Рекламаны басқаннан кейін автоматты түрде Facebook сізді ADS менеджерға өткізеді. ADS менеджер ашылу үшін қайталап айтамыз, егер сізде жаңағы жарнамаларды бұғаттайтын қосымша қосалқы бағдарламалар болса, менде мысалға YouTube-та барлық сайттарда жарнамаларды бұғаттайтын AdWord деген программа бар. Антибаннер, антифишинг деп тұр мінеке. Осы уақытқа дейін 2197 жарнама ботталған жаңағы компьютеріңіздің бетін мазалайтын жарнамаларды бұғаттайтын программа. Және де браузерлердің ішіне арнайы расширение деген бөлігі болады.
расширенияда AdBlock Plus деген Google'да кездеседі көбінесе расширение. AdBlock Plus деген жарнама блокировать ететін программа. Бұны да мен өшіріп тастағам. AdWord'ты да өшіріп тастадым. Себебі біз жарнама бұғаттайтын программаны қосып отырып өзіміз жарнама жіберу деген, әрине логикалық түрде қарасаңыз, жарнама бұғаттайтын программа бұл сайтқа сізге дұрыс жұмыс істеуге кедергі келтіреді. Сондықтан мен оларды өшіріп тастап жарнама жіберемін. Жалпы Facebook өзі де егер қосылып тұрса, бұл программалар алдын ала сіздерге ескертіп тұрады. Осындай программа қосылып тұр, дұрыс жұмыс жасау үшін өшіріп тастаңыз деген сияқты. Сонымен есімізге салайық, біз өткенде трафикті жібердік дедік, енді генерация лидовты жібереміз. Неге екі түрін ғана қарастырып жатырмыз? Себебі қалған түрлерінде біздер мысалы сообщение деген түрін алсақ, бұл арнайы сіздің жарнамаңызды, оның белгілі бір мақсаты бар, узнаваемость, бренд, охват, трафик дегендердің. Сол жерде жаңағы сообщениені қарастыруды жалғастыратын болсақ, бұл жерде сіздерді жазған жарнамаларыңызды клиентке Facebook, арнайы мессенджер, WhatsApp не болмаса Instagram Direct пайдалану арқылы сондай мақсатта жібереді. Сол жерде ғана жаңағы клиент байланысы алатын жолмен. Байланысы алатын жол осы үшеуі ғана. Ал просмотр видео, ол түсінікті, жаңағы видеоларды жарнама, жаңа ролик шықса, ролик дегенде клип шықса, бейне клип, сол мақсатқа осы просмотр видео өте пайдалы, және де көп просмотр жинауға көмектеседі. Установки приложения Play Market'тегі көптеген ойындар, қосымшалар өздерін жарнамалап жатады. Олар осы установка приложения арқылы жарнамалайды. Вовлеченность деген бұл сіздерге жаңағы Instagram парақшаларыңыздың активностін, не только Instagram парақша, жаңағы басқа да бір белгілі мақсатта сайтыңыздың болсын активностін көтеру мақсатында арналған түрі, таргетингтің түрі. Узнаваемость бренді, бұлда да жаңағы брендтің танымал болу үшін көп адамға көрсетеді, көп активность жинап береді деген сияқты мақсатта жасалатын жарнама түрі. Охват деген, мына жерде естеріңізге сала кетейік, просмотр мен охваттың айырмашылығы неде? Просмотр дегеніміз, мен бір жарнаманы 10 рет қарай алам, яғни жарнама 10 рет қаралды деген сөз. Ал ол жарнаманың охваты, мен бір жарнаманы 10 рет қарағандықтан, ол жарнаманың охваты 1 болады. Себебі бір адам ғана қарады. Бір адам ғана қарады. 2 адам 10-10-нан қараса, просмотр 20 болады, ал охваты 2 адам болады, 2 адам қарады. Сол сияқты жарнамаларыңызды просмотрға қарай емес, охватқа қарай көбейтесіздер. Бұның мақсаты сол ғана, жаңа көп адамға көрсету. Онда конверсия жағынан енді көбінесе бұл жаңағы үлкен жаңағы мекемелерге, сондай бір сайттарға арналған көрсететін бір таргетингтің түрі. Сондықтан біз жаққа әлі кіріспейміз. Продажа по каталогам деген сияқты бізге қызықтыратыны бұл жерде трафик, генерация лидов ең негізгілері. Трафикті біз өттік, енді генерация лидовқа кірісейік. Генерация лидовты таңдаймыз. Генерация лидовты таңдағаннан кейін продолжитті басамыз. Әдеттегідей трафикке өте ұқсас, тек қана бір-екі жерде өзгертетін жаңағы бір басқа бір функциялар ғана бар. Соны басынан бастап көрейік. Новая компанияға біз генерация лидов для мастер-класс дейікші, для майка. Яғни генерация лидов қай кезде пайдаланған жақсы? Егер сен түрлі бағытта пайдаланған кезде, түрлі идея арқылы генерация лидовпен клиент жинауға болады. Мысалға, егер де сен номеріңді қалдырсаң бізге, біз саған тегін жаңағы каталог береміз деген сияқты мақсатта аты жөні мен номерін толтырып жазғаннан кейін автоматты түрде жаңағы тегін каталог береміз деген мақсатта пайдалануға болады. Егер де сен осы товарға қызығушылығын танытсаң, не болмаса біздің компанияға қызығушылығыңды танытсаң, сен аты жөніңмен телефон номеріңді қалдыр, WhatsApp телефон номеріңді қалдыр десе де болады. Біз саған осы компания жайлы толық ақпарат жібереміз деген сияқты. Неге лид пен генерация лидовтың айырмашылығы, кешіріңіздер,
неге трафик пен генерация лидовтың айырмашылығы бар? Себебі лидте адам ссылканы басқаннан кейін ол не болмаса ары қарай өтіп сізге расымен хабарласа алады. Жаңағы написатьты басу арқылы, не болмаса конечный точка А, точка Б мысалы. А точка мысалы ссылка, жарнама оқыған, жарнама көрсетілді. Жарнамаға ол кісі қандай да бір реакция жасады, лайк басты, сохранить етті. Содан кейін подробнені басып өтеді. Ал точка Б дегеніміз, точка Б ол сізге сообщение жеткен кезде жаңағы ссылкадағы, не болмаса сайтқа өтіп, өзінің жаңағы лид формаға аты жөнін, данныйларын толтырып кеткен, ол точка Б деп есептейік. Бізде мысалы қарапайым мысалды алайық сіздерге түсінікті болу үшін. Точка А мысалы жарнама көрді, подробнее, не болмаса регистрацияны басқанға дейінгі әрекет, ал точка Б ол сізге хабарласып тұр уже, сол жаңағы регистрация ссылканы басып, сіздің WhatsApp-ыңызға дайын жарнаманы отправить етіп, сізбен тіл табысты. Мына жерде точка А-дан точка Б-ға жаңағы ссылканы басады, WhatsApp-тағы дайын сообщениені көреді, бірақ адам баспай қалуы мүмкін. Кем дегенде 100 адамның 30-ы, мүмкін 40-ы мысалы баспай қалады. Ал сізде статистика бойынша 120 клик тұр. 120 клик деген ол Facebook'тың келісімшарты бойынша сіз за клик төлейміз ғой, өткен трафик сабағын еске алатын болайық. За клик төлейтін болсақ, адам басты, бірақ сізге хабарлама жазбады, бірақ Facebook өзінің ақшасын алады, себебі ол өзінің жаңағы атқаратын қызметін жасап тастады. Ары қарай ол жаңағы адамды басқара алмайды, сен сілтемеге басу керексің, не болмаса міндетті түрде жазу керексің деген сияқты. Ары қарай адам өзі біледі, жаза ма, жазбай ма. Сондықтан 120 клик және де бір 50 хабарлама болуы мүмкін сізде, яғни 70 адам толық ары қарай әрекет жасамады, операция. Ал генерация лидовта қалай болады? Генерация лидовта адам өзінің номерін дайын формаға тастайды, аты жөнін жазады, яғни ол кісі сіздің өніміңізге нақты бір қызығушылық танытып тұр, және де ол бұның барлық іс-әрекетін осознанно дейді ғой, мұны өзі жаңағы өз қалауымен жасап тұр. Өз қалауымен жасап сізге форманы жіберіп тұр. Яғни бұл кісі сіздің өніміңізді, не болмаса жаңағы каталогыңызға қызығушылық білдіріп тұр. Бұл кісіге жаңағы өзі айтылған нәрсесін жіберу керек, не болмаса хабарласу керек. Аты жөні бар, номері бар. Және де бұл клиентская база жинауға өте жақсы. Әрине, трафик арқылы жинауға болады. Мысалға, ол жерде әркім әртүрлі пайдалана алады. Әркім әртүрлі жаңағы нелер жасай алады, методтар жасай алады клиентская база жинау үшін. Бірақ ең оңай түрі генерация лидов, клиентская база жинаудың. Себебі біз қазір оны неге оңай екенін алдағы уақытта айтып беретін боламыз. Сонымен название компании жаздық, генерация лидов для мастер-класс. Әдеттегідей особый категория, біз саясатқа қатысымыз жоқ, политика, таңдау, сондықтан біз мына кісіге дауыс бер, мынандай дауыс бер деген сияқты мақсат пайда қолданбаймыз, сондықтан біз бұны өшіріп тастаймыз. Ол өшіп тұрады и так-то. Данный компания аукцион болып қалады, цель компания генерация лидов болып қалады. Біз генерацияны өзіміз таңдадық. АБ тестирование өтіп кетеміз, оптимизация бюджеті компания міндетті түрде ашамыз, включить етеміз. Дневной бюджет қайтадан на весь срок действия қоямыз, трафиктегі сияқты. Содан кейін, мысалға мен қайталап айтайын, 11-нен 15-інде мастер-класс өткізейін деп отырмын. 1, 2, 3, 4, 5 күн. 5 күнге 200 рубльден қоятын болса, 1000 рубль. 1000 рубль қойайық. Яғни, бір 6000 теңгем 5 күнге кетеді. Күніне есептегенде, жаңағы 1200 теңге, 1200 теңгеден. Бюджет на весь срок действия қойдық. Бұның тағы өткенде айтылмаған артықшылығы, Facebook қай күні Facebook жаңағы активность көп адам қарайды, әртүрлі жібереді. Егер бір күні Facebook'тың активності, енді статистика бойынша мысалы күнінен мысалға Facebook'те 10 миллиондаған адам отыр дейік. Бір күні мысалы 8 миллион адам отыр.
сол кезде Facebook тура ақшаны бөліп тастап, жаңағы 1200 теңге ғой, 1200 теңгеге бір күнге көрсетпейді, ол күні азға көрсетеді. Мысалы 800 теңгеге, 500 теңгеге, өйткені ол кезде сіздің аудиторияңыз таңдаған аз екен. Ал келесі күні көп болса, ол жаңағы 1200-ден артық көрсетуі мүмкін, 1600. Сондықтан бұл жерде жаңағы қалай автоматты түрде Facebook аудиторияны таңдап береді сізге. Қай күні көп адам қарайтын болса, сол күні көп жарнама жібереді. Қай күні аз қарайтын болса, аз жарнама жібереді. Бұның тиімділігі жаңағы дневной бюджеттен қарағанда әрине жақсы. Егер күніне сен 400 рубльден көрсетем деп таңдасаң, және де өзіңіз ойлаңыз, бір күні Facebook'те сіздің аудиторияңыздың пайдаланушысы аз, бірақ ол бәрібір сол 400 рубльді жұмсауға ниеттенеді. Сондықтан біз 1000 рубльді таңдайық. Бюджет на весь срок действия. Все изменения сохранены. Далее басамыз. Бұл жерде трафиктен ешқандай айырмашылығы жоқ. Генерация лидовта мына жерде название группы объявлений өзіңіз толтырсаңыз да болады, толтырмасаңыз да болады. Бұл жерде трафиктен ешқандай айырмашылығы жоқ. Название группы объявлений сол қалыпты. Толтырғыңыз келсе, өзгерткіңіз келсе өзгертесіз, өзгертпесеңіз в принципе ештеңе болмайды, жай ғана өтіп кетеміз. Страница таңдаймыз. Біз страница аштық. Страницамыз дайын, Diamonds Group қайтадан. Бірақ мына жерде мұқият оқыңыздар. Пользовательское соглашение не принято, вы не можете показывать рекламу для лидов, пока ваша страница в Facebook не примет пользовательское соглашение для генерирования лидов на Facebook. Мына жерде условия дегенді бұны алып тастау үшін условия дегенді басамыз. Условияны басамыз да, я соглашаюсь с условиями и положениями. Таңдаймыз, принимать етеміз, болды, ол проблема бізде шешілді. Төмен қарай түсеміз, динамический креатив. Бізге пайдаланбаймыз пока, өйткені біз ручной жасап атқаннан кейін өзіміздің жарнама баннеріміз болғандықтан 11-10 таңдалып тұр. Ноябрь емес, октябрьдің 15-іне дейін. Сағат, біз айттық қой алдында, бір сағат жаңағы ерте кеш, то есть бір сағат кешірек қою керек, өйткені адам, сіз бір сағат жасауыңыз мүмкін таргетингте, 2 сағат жасауыңыз мүмкін, тіпті 15 деп қойсаңыздар да болады. 15-тен 12-ге дейін, келесі неге дейін жаңағы сіздің рубліңіз бөлінеді, бюджетіңіз. Аудитория. Создать новую аудиторию. Біз бұл жайлы айттық. Алдағы трафик, жаңағы біздің алдыңғы сабағымыз трафикте аудитория қалай таңдау керек екен, бұны қайтадан қайталап, менің ойымша керек емес. Жаңағы тек қана жаңағы Қазақстан дегенді толық таңдамай, керекті қалаларды, егер 15 облысқа жіберетін болсаңыз, 15 облыстың атын жазып шыққан дұрыс болады сіздерге. Содан кейін жас ерекшелігін жаңағы өзіңіздің целевой назначение, жаңағы таргетингті қандай мақсатта қандай адамдарға жіберейін деп жатырсыз, сол жас аралықтарын таңдаған дұрыс. Содан кейін әйел ма, еркек па, мысалға. Егер мысалы менікі кәсіп туралы болса, маған еркек те, әйел де, жаңағы ұл да, қыз да, жас та бола береді. Сондықтан мен всені таңдаймын. Егер сіздікі сетевой маркетингтің ішіндегі жұмыс болса, ондай болса, сіз женщинаны таңдағаныңыз дұрыс. Өйткені көп еркек бәрібір келмейді. Лучше көп адам пайдаланатын нәрсеге қарай бет бұрған жоқ. Сондықтан женщин таңдайсыз. Көп адам, көбінесе әйел адам оқиды. Демографический жаңағы интерес жазасыз. Удаленная работа, мысалы. Удаленная видео туралы ақша табу, енді удаленная работа. Рекомендацияды басамыз. Самозанятость кіреді оның ішінде, доход, домашний бизнес, деньги, пассивный доход, сетевой маркетинг таңдайсыздар. Красивая жизнь, Oriflame, ол да бір сетевой маркетингтің түрі. Мысалы қарасаңыз 34 миллион 692 610 адам қызығады Oriflame'нің несіне, товарына, жаңағы жұмысына, жұмыста да бар. Envy мысалы мінекей 13 миллион адам, Mary Kay 19 миллион, Oriflame көп екен. Солай. Және де, егер де бұрын сіз аудиторияны уже сақтап қойған болсаңыз, трафик сабағында біз айттық алдыңғы, қарап шықсаңыздар болады ол сабақта. Используйте сохраненную аудиторию. Ораламыз. Мына жерде менде бар мысал. Мінекей, моя аудитория для мастер-класса, для тренингов. Мен для тренингті қоя салам, қайтадан ештеңке жазып толтырмаймын, барлығы дайын.
Бұл жерден сразу аудиториядан түсіп кетеміз да, места размещения. Бұл туралы кішкене трафик сабағында қатты көңіл бөлмедік, автоматически да қалды. Осы жол генерация лидовты айтып кетейік, иә. Выбор мест размещения вручную. Бұл қарапайым, сіз таңдайсыз платформасын, қай жерде сіздің жарнамаңыз көрінгенін қалайсыз. Инстаграмда, фейсбукте және мыналар жабық тұр генерация лидовта, бірақ трафикте ашық болады. Сіздер фейсбукты алып тастасаңыздар, охват азаяды. 490 мың, фейсбукты қалса қанша екен? 500 мың. Инстаграмды алып тастасақ, мүлдем азаятын сияқты. 200 мың. Сондықтан екеуі қала береді. Оның ішінде тағы, енді фейсбуктың ішінде история, лента, жаңағы актуальные новости, интересные новости дегендер бар ғой, мінекей. Лента, фейсбук, маркетплейс бар, жарнама көрсететін. Видео лента, фейсбукта жарнама көрсетеді. Первый столбец, фейсбук, интересный, инстаграм. Мыналарды алып тастап отырсаңыздар да болады, ұқсап мінекей. Бірақ ол өкінішке орай сіздің охватыңызды азайтады. Сондықтан лажы болса, жаңа мүмкін болса, барлығында галочка тұра берген жақсы. Лента, история, инстрим, поиск, сообщение, жаңа мессенджерлерде де сообщение. Фейсбуктың өзінің мессенджері бар ғой, сол жерде де жарнама көрсетіледі. В статьях, приложение, сайттарда көрсетіледі жарнама. Көрсетілмейді, то есть жабық тұру. Бізде айтпақшы екеуінде ғана ғой. Фейсбук пен инстаграм екеуінде ғана көрсетіледі галочкалар, сондықтан сол жерлерде ғана тұр. Төмен, бізде бұл осымен жаңағы места размещения. Енді автоматически де тұра берсін бәрібір. Түсеміз, оптимизация и показ бізде керек емес бұлар. Тек қана жай далее басамыз. Когда вы платите дейді, показға төлейміз. Генерация лидовта всегда показға төлейміз. Бұны сіз өзгерте алмайсыз, бұл автоматически барлығы дайын тұрады. Сонымен далее басамыз. Далее басқаннан кейін название объявления қалады. Diamonds Group жаңағы выбор страницы на уровне группы объявлений для компании использует цель генерации лидов, следует выбрать страницу. Бізде автоматты түрде ол таңдалады. Facebook өзі де таңдап қояды. Аккаунт Instagram. Біз айтамыз ғой, таргетинг жіберген сайын өзіңнің пайдаланылып жүрген Instagram'ыңнан жіберген жақсы. Себебі сен таргетинг арқылы бір қоянмен, кешіріңіздер, бір оқпен екі қоян ұстайсыздар. Себебі жарнама жіберу арқылы өзіңіздің Instagram'ыңызға адамдардың назарын аудартасыздар. Сондықтан Instagram таңдайсыздар. Тіпті бұл жерде Instagram'ға жібергендіктен Instagram таңдамау мүмкін емес. Сондықтан Instagram'ды таңдап тұртады сіздерге Facebook қалайда. Настройка объявлений, формат. Бір сурет, не болмаса кольцевая галерея. Бүгін біз алдында трафикте біз бір сурет таңдадық қой. Бүгін енді кольцевая галереяны таңдап көрейік. Выбрать жаңа кольцевая галерея 2 және 3, 4, 5 сурет. Выбрать картинку. Мына жерде өзінің сіздер салған суреттердің дайын форматы тұрады. Не болмаса загрузить арқылы жаңа сурет саласыздар. Давайте мен жаңағы не істейін? Суреттер таңдайын. Өзі дайын тұрған, уақыт көп өткізбес үшін. Тағы суретті таңдай салайын. Далее. Қателесіп кеттім. 2 сурет салынды. Қайтадан тағы бір сурет салайық. Добавить медиафайл, добавить изображение. Выбрать картинку. 3 сурет және бір видео салсақ та болады. 3 сурет салынды. Мындай етіп тастайыншы. Басқа бір нәрсе салайын. Осылай 3 сурет салды. Артық нәрселерді өзі кетіп қалады. Теспесеңіздер де өшіріп тастасаңыздар да болады. Удалить. Болды, 3 сурет салынды. Бұл жерде өздеріңіз изменить картинку арқылы қайтадан редактировать ете аласыздар. Обрезать арқылы
біз квадрат таңдаған дұрыс деп айтып жатамыз ғой, бүйтіп кесіп тастасаңыздар да болады. Мысалға мен былай тарылтайын. Негізі суретті кескеннен көрі бұл жерде арнайы кесіп дайындаған жақсы. Өйткені сіздер сол квадратқа подогнать етесіздер. Мысалы вертикальный болса, сіздер квадратпен толық жаңағы жазу бетіндегі, айтпақшы бетіндегі жазу өте көп болмау керек. Фейсбуктың ережесі бойынша суреттен 20% ғана жазу құрау керек, жаңағы толық суреттен көрсетілген. Егер одан асып кетсе, Facebook жарнамаңызды жібермейді. Өте көп жазу болса, батпырақ ұсақ-ұсақ. Бірақ та жаңа ереже бойынша суреттегі жазулар 50-80%-ға дейін рұқсат берілейін деп жатыр, бірақ өкінішке орай ол Қазақстанға әлі келген жоқ. Бұл жаңа ақпарат, және де бұл бір айдың ішінде, мүмкін 2 айдың ішінде Қазақстанға келіп қалуы мүмкін. Сонымен основной текстке біз шақыру жазамыз. Допустим, былай, егер өз кәсібіңді, кешіріңіздер, егер өз кәсібіңізді нөлден бастап үйде отырып таргетинг жіберу арқылы көтеріп алғың келсе, мысалға осындай күні болатын мастер-классқа кел деген сияқты жазса болады, осындай күні болатын мастер-классқа кел деп, содан кейін жазып болғаннан кейін біз енді форма призыв к действию, іс-әрекетке шақырамыз. Мастер-классқа тіркелу үшін регистрация тетігін бас деген сияқты іс-әрекетке шақырамыз. Не болмаса толық ақпарат білу үшін подробнені бас. Не болмаса біздің сол мастер-класста болатын, мысалға біздің мастер-класста болатын қандай тақырыптар қозғалатынын білгің келсе, біздің қалай айтады жаңағы болатын программамыздың тақырыптарын қарап шығып, мысалы PDF форматтағы тақырыптарды қарап таныс деген сияқты жасасақ болады. Негізі призыв к действию скачать-ты басайық. Формат вопроса. Мына жерде кішкене өзгерістер кете бастады, байқадыңыздар ғой? Себебі бұл генерация лидов, адамдардың аты жөнін, телефон номерін алып қалатын база данных клиентская база жасай алатын мүмкіндік. Формат вопроса. Укажите, как бы вы хотели собирать информацию пользователя после нажатия именно вашу рекламу, скачать-ты, не болмаса регистрацияны басқаннан кейін қалай толтырған қалай істейді. Автоматический чат арқылы, не болмаса моментальная форма арқылы. Формат вопроса. Укажите, как бы вы хотели собирать информацию пользователя после нажатия именно вашу рекламу. Біз мына жерде моментальная форманы таңдаймыз. Автоматический чат, таргетингте лендинг арқылы таргетированный, мини-лендинг сияқты көрсетіп таргетированный жіберу. Бұл бізде мини-курс және де полный курс деген таргетингтің курстарын бөліп тастадым. Соның ішінде полный курстан сіздер оны өте аласыздар. Ол әрине өте терең және де өте бір крутой фишкаларды пайдаланатын жоғарғы дәрежедегі таргетингтің түрі. Ал қазіргі өтіп жатқан мен бір клиент шақыра алмайтын, не болмаса бір нәтижесі таргетинг деп айта алмаймын. Екеуінің айырмашылығы жоқ, бірақ та біздерде бөледі ғой, оқу орнында да бакалавр, магистр сияқты, сол сияқты мынау бізде бакалавр дәрежесіндегі таргетинг жасау. Ал магистр деген бұл уже үлкен, мысалға қымбат компаниялармен жұмыс жасаған кезде сіздердің мынандай таргетинг жібергендеріңіз және де оның әр мысалы таргетингтің құны әртүрлі. Біреулер 5 мыңға, біреулер 10 мыңға, біреулер 50 мыңға жасайды. Енді ойламайтын шығарсыздар, мынандай сіздер үйреніп алған жол арқылы барлығы 50 мыңға таргетинг жасап жүрді. Әрине жасау да мүмкін, бірақ та 50 мыңға таргетинг жасау үшін кішкене тер төгу қажет болады. Сондықтан ондай таргетингті үйреніп алған адамдар ешқашан 10-15 мыңға таргетинг жасап бермейді. Олар 50 мыңға, 100 мыңға таргетинг жасайды. Ол таргетинг әрине мен айтқандай жаңағы магистр түріне жататын лендинг сияқты жасайтын таргетингтің түрі бар.
сұрақ жауап арқылы жаңағы чат-бот арқылы жасайтын таргетингтік түрі бар. Ол таргетингтер солай жаңағы уровеньдарына бөлінеді. Мынау мысалы базовый курс болса, таргетинг жасау, клиент шақыру, осы тәсілдерменен жаңағы жұмыс жасау болса, ал жаңағы полный курста ол уже премиум VIP курста мысалға ол өте осы базовый курстан бастап ары қарай таргетингтің қымбат жаңағы басқа бір новый жаңағы бір қызықты фишкаларын пайдалануды үйрететін боламыз. Сонымен моментальная форманы таңдаймыз. Моментальная форманы таңдағаннан кейін бізде создать форму деген бар. Міндетті түрде моментально жаңағы формат вопростан кейін создать формуды басамыз. Бұл жерде біз форманы таңдаймыз. Тип формы бізде повышение объема. Настройкида мысалы біз орыс тілін таңдаймыз. Орыс тілін таңдаймыз. Контент. Тип формы повышение объема, краткая информация. Жаңағы қалай жазсам екен, мастер-классқа тіркелу, жоқ, мастер-классқа тіркелу, мастер-класс жайлы, кешіріңіздер, мастер-класс жайлы программаны жүктеу, бізде скачать деген кнопка ғой, өйткені программаны жүктеу. Әріп азайып жатыр, байқап тұрсаңыздар, одан асып кетпеу керек, және де көп болған сайын адамға ол қызықсыз. Сондықтан мастер-класстың программасын жүктеп алу деп жазса да болады, мысалы, созбалақтамай, да. Используйте изображение из вашей рекламы, сіз уже басқа сурет салсаңыз да болады. Мысалға жүктеп жатыр. Ескере кететін жағдай, Facebook'та таргетингте суреттеріңіз 500-500, 1200-628 бұл жақсы сапалы, ал 500-500 пиксельден жоғары болу керек деген кейде проблемалар болып қалады. Сондықтан суреттің пикселіне де мән беріңіздер. Photoshop арқылы жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде пиксельде 650-де 600, 600-де 600 деген сияқты пиксельді таңдайтын болыңыздар. Мінекей мен қойдым. Параграф қала береді. Жаңағы описание, біздің продуктның описаниясы. Мастер-класс дей салайын. Мастер-класс. Содан кейін практика. Далені басамыз. Жаңағы дали дегенде жоғарғы дали емес, краткая информацияда далені басамыз. Келесі бет контактная информацияны көрсету керек дейді. Контактная информация дегеніміз жаңағы қазір контактная информация дегеніміз адам не болмаса мына жерде электронный адресті алып тастап, біз нені қойдырсақ та болады. Жаңағы телефон номерін және де аты жөнін қалдыратындай жасауға болады. Или электронный адрес. Конечно, біздің жағдайда телефон номері, WhatsApp телефон номері тиімдірек. Политика конфиденциальности ол жаңа келісім беру үшін отправить басатын болады. Содан кейін спасибо, все настроено, теперь вы посетить наш сайт или закрыть форму деген сияқты. Осылай клиентке көрсетіледі визуально. Осылай болады, мінекей сіздің жаңағы бланкіңіз сізге өтініш қалдыратын. Вопрос. Бұл жерде электронный адрес жаңағы основной сұрақтар менің ойымша осы ғана. Не болмаса, білмеймін, қандай сұрақ қоюға болады, мысалға, білмеймін. Запись на встречу қоюға болады, мысалға. Олайға неге байланысты запись на встречу деген? Парикмахер, кімдерді алуға болады? Соларға қоюға болады да бұны. Тағы клиентті жеке қабылдайтын, мысалы, бизнес, қалай айтады біздерде? Бизнес советник дейді ғой, бизнес советниктерге қоюға болады. Короткий ответте, мысалға, сіздің.
сіздер үйрену мақсатында, түсіну мақсатында көрсетіп жатырмын, бірақ та вопроста тек қана жаңағы номер телефонын және аты жөнін алсаңыздар жетеді. Контактный информация ана жерге түсініктеме жазсаңыздар болады. Предварительно заполненный информацияға. Өзіміздің жоқ, бізде скачеттеп алу ғой, сондықтан былай жазамыз. Біздің бағдарламаны жүктеп алу үшін, біздің бағдарламаны жүктеп алу үшін жеке мәлімет қалдыруыңызды сұраймыз. Содан кейін жаңағы категория бізде. Так, телефон, информация. Национальная информация, должность, номер рабочего телефона бар міне. Демографические, семейные положения. Біздерге бұлар керек емес, жаңағы ер, әйел, дата рождения, мысалы, поле. Міне номер телефон, мысалы, мінеки. Номер телефон таңдаймыз. Номер телефон, электронный адрес тауып тастасақ болады, өйткені ол екінің бірінде бола бермейді. Полное имяға, мысалы, оны айырбастауға да болады, жоғары көтеріп. Имяны вообще алып тастаса да болады, бірақ сіз хабарласқанда кімге қалай аты жөн, жаңағы сәлеметсіз ба, Айдана ханым деген сияқты сөйлеу үшін аты жөнін қалдырған дұрыс болады. Сіздерге керегі номер телефоны және де аты жөні болды. Енді мына жерде қала екенін жазуға болады екен. Бұрын болмады, қазір мінекей қала, аудан, жаңағы страна, индекс сұрап тұр тіпті. Үйінің адресінде жазуға болады екен. Бұрын бұндай болмаған мүмкіншіліктер. Қаланы таңдауға болады, қай қаладансыз. Осы 3 бланк. Ең жақсы өтетін 3 бланка. Болды. Политика конфиденциальности өзінікін қоя саласыздар. Мына жерде қойылып тұр. Завершение. Қазақша аударсаңыздар болады. Рахмет. Сіздің өтінішіңіз қабылданды. Мына жерде құттықтаймыз. Сізге жақын арада біздің менеджер мастер-классын, мен жай қысқартып отырмын, программасын жіберетін болады. Болды. Тип кнопки. Скачетті басуға да болады. Скачетті жаңағы не үшін скачетті басуға болады. Былай істеуге болады да. Скачетті басқан себебіміз мына жерде жазуды өзгертесіз. Рахмет, сіздің өтінішіңіз қабылданды. Төмендегі скачет тетігін басу арқылы сіз біздің мастер-класста болатын программалармен таныса аласыз деп. Сосын ссылка на сайт дегенге сол қазір ссылка жасайық. Естеріңізге қайтадан салу үшін бұны көрсетеміз. Конструктор ссылок WhatsApp бар. Содан кейін үлкен ссылкаларды кішірейтетін программа бар, Bitly деген. Енді мен программа скачеттау үшін мен ссылканы WhatsApp арқылы жібергеннен көріп, бұл жерде WhatsApp арқылы жіберуге де және де облако арқылы жіберуге. Давайте мен онан да облакода бір файлдың сілтемесін алайын. Мысалға ашайын. Мына жерден бір файлды ала салайын, мінеки сілтемесін копировать етіп алайын. Копировать еттім. Бұны кішірейтпесе де болады, негізі бұл өте ұзын сілтеме емес, бірақ қысқартсаңыздар кішкене мынау сайт арқылы біз статистика қарай аламыз. Статистика қараудың пайдасы, біз білеміз ғой, мына жерде біздің сілтемемізді неше адам басты, соны бақылай аламыз. Неше адам өтті деген сияқты. Сондықтан осы программа арқылы өткізгенде жақсы. Оны әрине өздеріңіз білесіздер. Мен тарапымнан қысқартпай қояйын. Мен бірден сілтемені алып келіп қояйын мына жерге. Ctrl-V.
обязательно дегенге жаңағы ой текст кнопки дегенге болатын программа мастер-класстың программасын жүктеу деп жаза салайын. Мастер-класстың программасын жүктеу. Сыя ма? Сияды. Болды. Яғни адам бірден оны жүктеп өте алмайды. Себебі мынаның барлығы толтыруға міндетті. Мастер-класс жайлы программаны жүктеу, содан мына жерге жаңа мастер-класс практика емес, мастер-класс программасын жүктеу үшін келесі ақпараттарды толтыруларыңызды сұраймыз деген сияқты жазса болады мастер-класс практиканың астына. Сосын далені басады. Далені басып, сіздің бағдарламаны жүктеу үшін жеке мәлімет қалдыруын сұрайды. Аты жөні, телефон номері, қаласы, содан кейін политика конфиденциальность келісімін береді. Енді мен аты жөнімді, телефон номерімді, қаламды өзімнің осознанный жаңағы айтады ғой, өз еркіммен, өз ықпалыммен беріп тұрмын деген сияқты, ешқандай қарсылығым жоқ деген сияқты. Отправить еткеннен кейін, рахмет, сіздің өтінішіңіз қабылданды, құттықтаймыз. Сізге төмендегі мастер-класстың программасын жүктеу тетігін басу арқылы өзіңіздің біздің болатын мастер-класстағы программаларды алдын ала қарап алуыңызға болады. Әрине, ары қарай шаблон жаңағы PDF форматтың ішінде ең соңында шақыру болу керек, сіз келуге тиіссіз, осындай өзгерістер болады деген сияқты қызықтыру керек. Адам қызығып тұрғаннан кейін жүктеп алып тұр ғой, әйтпесе жайдан жай жүктеп алмайды. Тағы бір жағдай. Неге бұның барлығы жасалды деп ойлайсыздар? База, клиентская база пайда болды бізде. Бұл кісі осындай программаны жүктеп алды, және де ол кісінің телефон номері, аты жөні, қаласы сізде қалды. Ол қалай қалады? Қазір көрсетемін. Дайын, мына жерде сохранить бар, сохранить, сосын завершить бар. Яғни сақталды және де завершить. Политика конфиденциальность. Мына жерде сілтемеге ұмытып кетіппін, кешіріңіздер. Бұл жерде сілтемеге жалпы кез келген сілтеме қоя салса болады. Қазір көрейік, мүмкін обновлениядан кейін қойылмайтын шығар. Бұл қате шыққаны да жақсы болды көрсету үшін. Негізі мына сілтемені қойған дұрыс емес, өйткені ол скачатталып кетеді автоматты түрде. Сондықтан басқаша сілтеме қоя салайық. Қасына тағы латынша бірдеңе жазып, текст ссылки. Қасына жазып қойып, добавить етіп. Рұқсат беру деген сияқты, не болмаса тағы не жазуға болады мысалы. Facebook деп жазуға болады. Оны көп адам басып оқымайды, сондықтан былай өте қатты көзге көрінбейтіндей жазу жаза салсаңыздар да болады. Мысалы Facebook деген сияқты. Завершить. Болды. Көрдіңіз ғой? Галочка қабылданды. Біздің сонымен формамыз дайын. Мінекей скачать деген басады, адам жаңағы керекті мәліметтерін толтырып жүктеп алады. Уже дайын форманы жүктеп алады. Мінекей біздің форманың түрі. Скачать болса форма жүктеледі. Сонымен опубликовать басамыз. Опубликовать басамыз. Публикация жүріп жатыр қазір. Біріншісі кетті, генерация лидов, МК. Новая группа объявлений кетеді. Новое объявление кетеді. Пока мисс черновикте. Загрузка жүріп жатыр. Публикация 3 из 3. Үшеуі де болды. Опубликовано несколько объектов. Енді мінекей. Осы жерде жаңағы адамдардың енді номерін қалдырады, аты жөнін қалдырады, мекен жайын қалдырады. Оны қалай біз анықтай аламыз және оны қайдан аламыз деген сұрақ пайда болды ғой. Жайдан жай сізге Facebook хабарлама келтіріп тұрмайды ғой, қайта мына кісі қалдырды деп. Оның барлығын белгілі бір уақыт арасында, мысалы 15-не дейін қойдық біз, 12-сінде скачаттап алуға болады, 5-6 адамды, содан кейін тағы адамдар қосылады, 15-20 адам, 14-інде скачаттап алуға болады, таргетинг аяқталған кезде скачаттап алуға болады. Оның барлығын біз жаңағы CRM деген компанияларда пайдаланатын 1С секілді программа. Бұл әрине бізде жоқ, сондықтан біз скачать в формате CSV арқылы скачаттап аламыз. Яғни бұл дегеніміз Excel форматында скачаттап алу деген сөз, ручное скачивание.
файла из инструментов для публикации вашей страницы. Сонымен открыть инструмент для публикации басамыз. Diamonds Group Facebook парақшаңыз. На проверке тұр. Новая группа объявлений. 15 октябрь, 00 рубль. Результат лид на Facebook. Басамыз, скачать новые лиды мінекей. Болды. Форма без названия мінекей. Мына жерде қараңыздар мінекей. Предварительный просмотр бар. Форма біздің номерімді автоматически толтырды. Имя, фамилия автоматически толтырды. Целый наград автоматически толтырды. Адамдарға да осылай автоматты түрде толтырылып отырады. Даляны басамыз. Жаңа келісім шарт, жаңа условия и положение для страницы, там отправитті басамыз. Мастер-класстың программасын жүктеу. Енді қараңыздар, мастер-класстың программасын жүктейтін кезде автоматты түрде естеріңізде болса, облакадағы ссылканы қойғам. Соған кіргізеді телефон арқылы. Мынаны жауып тастайын. Болды, жаңағы Excel формаға мен ссылкама кіргізіп тұр. Жабам. Лид, мына жерде міне көріп тұрсыздар, бұл біздің предварительный жаңағы формамызды қарау. Статус активен, дата создания, количество пока жоқ. Алдағы уақытта болады. Лид, download. Downloadты басамыз. Бізде өкінішке орай лид қазір 0. Бірақ бәрібір скачаттай берейік. Скачать новые лиды. Excel деген форматты таңдаймыз. Біз Excel деген форматты таңдаймыз. Өйткені сіз CSV-ді аша алмайсыз, сондықтан Excel таңдаймыз. Мінекей, сақталатын жерін қойық. Загрузки, сохранить. Форма без названия мінекей. Excel-ді ашамыз. Мінекей номер телефон. Өзіміздің жаңа біз толтырған неміз ғана қалды. Заявкамыз өзіміздің ручной. Өзіміз толтырдық сіздерге көрсету үшін. ID, Facebook'тегі ID-іңіз сіздің. Толтырған күні 10-11 толтырды. Номер телефон қалды. Имя бар, қаласы бар, болды. Яғни адам осылай жинала береді сізге номерлар. Оның бір жақсысы ертең WhatsApp группаға қосып жұмыс жасауға болады. Жаңағы ескертіп, жаңағы осындай күні болады, не болмаса сіздерде мысалы бір қызмет түрі болса, барлығын WhatsApp группаға кіргізіп алып, енді жеке-жеке алдымен бірінші сөйлесіп шығу керек, сізді WhatsApp группаға қосамыз, сол жерде сіздерге түсіндіру, жұмысы жүргізіледі деген сияқты аты жөндермен сақтап алып, содан кейін барлығын WhatsApp группаға қосып, ортақ жұмыс жасап тастауға болады клиенттермен. Сонымен біздің генерация лидов деген өте ұзақ тақырыбымыз, жаңа Facebook'тегі таргетинг жіберетін түрі аяқталды. Енді алдағы сабағымызда біз телефон арқылы осы таргетингті басқару, таргетингті тоқтату, анализ жасау, жаңа қанша шығын кетіп жатыр, жаңағы суммаңыз, лимитіңіз мысалы шегіне жеткен кезде қалай оны сбросить жасау, оның барлығын біз телефондағы Facebook менеджер арқылы қалай басқаруға болатынын көрсететін боламыз. Таргетинг жіберіңіздер, пайда табыңыздар, қызмет көрсетіңіздер, табысқа жетіңіздер, табысты болыңыздар. Әр қазақ бай қазақ болсын.